Акацукидегі ең ерекше кейіпкерлердің бірі Дейдара. Ол үшін өнер дегеніміз жарылыс. Оның әйгілі бұл сөзі өнер бұл жарылыс. Бірақ ең қызығы Дейдара Саскемен шайқаста жеңіліп бара жатқанда берілмеді. Керісінше ол өзінің ең соңғы техникасын қолданды. Өз денесін алып бомбаға айналдырып Саскені бірге алып кеткісі келді. Себебі ол жеңілісті қабылдай алмады, әсіресе Учихадан жеңілуді. Алайда Саске соңғы сәтте аман қалып қойды. Ал Дейдара өз идеясын дәлелдеу үшін өмірін құрбан етті. Сондықтан көптеген фанаттар оны Акацукидегі ең ессіз әрі ең харизмалы мүшелердің бірі деп санайды. Ал сенің ойыңша, Дейдара ма әлде Сасори кім мықты? Комментарийге өз ойыңды жаза кет. Егер видео ұнаса, каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңдар. Алда бұдан да қызықты аниме теориялары, құпиялар және мықты видеолар шығады. Қазақша аниме контентті қолдап, біздің қауымға қосылыңдар. Келесі видеода кездескенше.